Қазақ даласының Ресей империясына отар болуы тарихи детерминизм, яғни болмаса қоймайтын жағдай еді. Ресей өзінің алдына үш халықты жер бетінен сыпыруды, жоқ етуді алдына мақсат етіп қойды. Олар бірінші ноғайлардан бастады. Ноғай хандығы деген болған, Мәскеуден салық алып отырған. Содан қалған құтқаны қазір 90 мың ноғай бар. Бәрі де шоқынып кеткен, орыстанып кеткен, бірен-саран болмаса өздерінің тарихын мүлдеп кеткен. Енді екінші объектіде тұрған Қырым татарлары болды. Оның тұрған жері стратегически өте мықты, ең көркем жер. Қырым татары ол кезде үлкен хандық. Бұларды 2 миллион, орыстар 4 миллион 16 ғасырда. Қазір орыстар 150-ге тартып отыр, ал бір кездегі 2 миллион Қырым татарларынан қазір 6 миллионға жетпей қалды. Одан кейінгі үшінші халық, ең ауыр халық, және Ресей үшін қауіпті, ең пайдалы халық бұл қазақ болатын. Сондықтан бұлар қазақты нысанаға алды.